Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте оңай және қарапайым заттардан дайындалатын салат жасаймыз. Салатымыз оңай және тез дайын болады. Өте дәмді және пайдалы салаттардың бірі. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге шикі картошка, суға қайнатылған жұмыртқа мен қызылша, консервіленген жүгері және де майонез қажет. Ең алдымен шикі картошкамызды корей қырғышынан өткізіп аламыз. Жақсы достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеоға лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыз. Мен одан да көп видео салуға тырысатын боламын. Қырғыштан өткізілген картопты осылай бірнеше рет жуып аламыз, суы тазарғанша. Жақсылап сілкіп, судан сорғытып аламыз. Қағаз майлықты жайып, соның үстіне картошканы қоямыз. Суын жақсылап сорғыту керек. Қағаз майлықпен осылай үстінен де суын сорғытып аламыз. Ыдысымызға майды құйып, қатты қызып тұрған майға осылай картошкамызды қуырып аламыз. Орташа отқа қойып қуырамыз. Достар, менің каналымда басқа да салаттардың рецепттері бар. Жоғарыда сілтемесін қалдырдым. Кіріп қараңыздар, жасап көріңіздер, комментарийге бөлісуді ұмытпаңыздар. Картошкамыз осындай алтын түстес болған кезде осылай сүзгішпен сүзіп аламыз. Қағаз майлықтың үстіне. Картофель пайымыз дайын болды. Енді суға піскен қызылшаны осындай қырғыштан өткіземіз. Немесе қолмен ұзыншақ қылып тураса да болады. Қызылшамыз дайын. Ендігі кезекте піскен жұмыртқаны ұзыншақ қылып тураймыз. Мен ірілеу қылып турадым. Сіздер жіңішкелеу қылып турасаңыздар да болады. Жұмыртқаны турап болдық. Енді оны ыдысымызда тұрған қызылшаға қосамыз. Одан соң консервіленген жүгеріні қосамыз. Кішкене алып қаламыз безендіру үшін. Менің ыдысым кішілеу болып қалды, сондықтан үлкендеу ыдысқа аудардым салатты. Енді картофель пайды саламыз. Барлығын салмаймыз, алып қаламыз кішкене безендіру үшін. Одан соң майонез саламыз. Жақсылап араластырамыз. Егер тұзы азырақ болса, тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Енді оны ыңғайлы ыдысымызға саламыз. Мен астына салат жапырағын төседім. Енді үстіне манағы алып қалған консервіленген жүгеріні осылай безендіріп, әдемілеп қойып шығамыз. Енді картофель пайды осылай үстіне қойып шығамыз. Картофель пайдың үстіне де кішкене тұз сеуіп жіберсеңіздер болады. Өте дәмді болады. Салатымыз дайын болды. Өте әдемі және дәмді салаттардың бірі. Жасап көріңіздер. Дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұратыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоға лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Баршаңызға сәттілік.